Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Шұғыл ақпарат. Бұрынғы мәдениет және спорт вице-министрі Ерлан Қожағапанов ұсталды. Ақпаратты Антикор растады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет сотқа дейінгі тергеп тексеру шеңберінде Қазақстан Республикасының бұрынғы мәдениет және спорт вице-министрі ауыр жемқорлық қылмыс жасады деген күдікпен ұсталғанын растайды дейді ақпарат таратқан Антикор. Қазіргі уақытта күдікті Алматы қаласындағы тергеу изоляторына қамауға алынған. Ерлан Қожағапанов 2024 жылы ұсталған ескі Қазақстан жүйесіне қызмет еткендердің арасындағы ең атақтыларының бірі деуге болады. Кезінде футбол федерациясында басқарғанын жақсы білеміз. Антикордың қолында әлі де біршама тың деректер бар. Жаңа сайланған үкімет басшысы Олжас Бектенов қалай болғанда да ескі жүйеге қызмет еткен жемқорларды осылай біртіндеп қолға түсірері айдан анық.